Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін терияки соусының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға кукуруз крахмалымызды саламыз, чесногымызды саламыз, имбирімізді саламыз, балымызды қосамыз, қантымызды саламыз, бальзамический уксустың қарасын қосамыз. Суымызды қосамыз, соя тұздығын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Баяу отта 3 минут уақытқа қарап тұрып, қозғап тұру керек. Бірден қою болып қалады. Кез келген етті салаттарымызға өте керемет дәм береді. Осылай сүзекеден сүзіп, имбир мен чеснокты алып тастаймыз. Беті жабылған ыдыста 10 күн тоңазытқышта сақтаймыз. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз.